Барлықтарына сәлем достар, сіздермен мен Анна етібір арна. Біз бүгін қазір 100 күн өмір сүреміз. Қазір жетелей. Жоқ, сонда қалай. Мен қайда жазып кеттім? 1.17 бар ма? Асыңыз азайтшы. Әке азайт берін асыңыз. Азайт берін әкел. Енді азайт енді. Азайтылмайды анау. Тоқтай тұр қазір. Жеті. Әке азайт берін. Міне шықты жетелей дегенде. Жетелей. Так, мұнда қайсына кірсем болады? Так, шықсын. Так, шықпай жатыр қазір. Майнкрафт кішкене қатып тұр. Так, мұнда жетелей дегенде жетілдердің үйлері жоқ. Жарайды, бұлай тауып керек оны. Создать новый ресурс. Опа. Как создать этик. Қазір. Жалпы мен қазір создать еттім. Жетелей дегенде шықпай қойды. Деревня. Жетелей дегенде тұрғындар деген сөз ғой, короче. Міне достар, мен бүгін новый мир создать еттім. Айтпақшы, мен қазір бонусын сұндық карта. Жоқ, керек жоқ. Бұл деген достар, бүгіннен бастап біз бірінші бөлімде ойнап жатырмыз. Біз бүгін бірінші бөлімнен бастап Майнкрафтта біз жетелдің үйін тауып алуымыз керек, достар. Так, текстур бак. Әке шасын азайт берін телефонды. Асыңыз дейін. Қазір. Әке азайт берін. Қазір тоқтай тұрмын. Так. Күте тұрыңыздар 1 минут. Секірме. Секірме дейім. Шық енді. Так, енді. Қазір тоқтай тұр. Тыныш отыр. Секіргелемей. Так, енді, достар, нормальный мирныйға қойып ұста. И біз бүгін дейтін қазір сохрани вещіні қосайық. Мен сохрани вещі қосып қойдым. Енді достар, қорықпай өле берсек те болады. Судың астына қадап қалдым. Менде кішкене Майнкрафт қатып тұр. Ол солай болып қалады енді. Бұл бірінші күні. Выживание бірінші күн. Ой-ой-ой. Тоқтай тұр қазір. Мен алып алайын қазір. Жерді қазалайын. Так. Біз бірінші күннен бастап выживать етіп жатырмыз. Үстіге қатай шығайық. Мен шықтым. Ойбай. Қаншама қыппа кетіп жатырмыз. Достар, біз бүгін жетелдің үйіне барымыз керек. Және де достар, мен сіздерге айтқым келгені 100 күн выживать етуден бастаймыз дегендей. Бірақ енді
егер де 100 күн выживать етіп 200 күн выживаниемізді өткізіп салсақ тіпті етпейді. Шығарып беремін. Кіре алмайсың. Сонымен достар, қазір ашыңыз кіре алмайсың. Достар, қазір мен қарындасым ғой, просто кішкене тынышталасыңыз. В общем, қарындасым ғой, сөйлеп отқан. Біз бүгін 20 штук қана ағаш қана қалды. Қазір бізге 20-дан артық ағаш керек. Бір стак ағаш керек. Қазір мен ағашты сындырып алайын. Сосын одан кейін біз бүгін жителдің үйіне барамыз. Так, 40 ағаш. Асыңыз тыныштал. 40 ағаш қазір. Так, Майнкрафт кішкене қатып тұрған жоқ. Жүгіргенде қатып тұра ма, бірдеңке болып тұрады. Так, ол сөйтеді ол енді. Тапор жасап саяқ, тапор. Бізге тапор керек. Тапорды қалай жасау керек екенін білем. Бізге енді не керек? Қолымызға кирка алайық. Қазір достар, біз дәл қазір тас қазамыз, тас. Бізге тас керек. Біз тас кирка жасаймыз. Бұдан тас кирка шығарамыз. Тас балта, тас қылыш. Осы бірінші күнімізді өткізіп алайық. Және де мен сіздерге осыдан тастарды көп кетірмей, бірінші ағашты сындырып алайық. Мен тас кирка жасадым. Енді бізге тас кирка емес, темір кирка керек. Енді темір кирканы достар біз қазір сындырамыз, соны және де жителдің үйіне жүгіру керек. Сиыр керек бізге. Айтпақшы, ұмыт қалдым ғой. Ағашты бірінші сындыру керек дедім ғой. Ағаш қылыш негізі Майнкрафтта тесін қалатын білмеймін. Мен вообще негізі өзімді түсінбеймін. Неге осылай? Міне, қой табылды міне. Мені өлтірдім, 2 қой. Достар, қазір 3-ші қойды. Кәрі қойы бар ма ол? Міне қой. Бізге жителдің үйін тауып керек. Комментарий жазып кетіңдер. Мен тауып алам ба, әлде тауып алмайын ба, соны комментарий жазып кетіңдер. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен осы қаншама видеолар түсіріп келе жатқанын білесіздер. Егер де жителдің үйін бәрін тонап бытшын шығарып кететін болсам, онда Голем мені сойып кетеді. Голем өлтіреді ол адамды. Енді жаман игроктар ма біреулерді өлтіріп кетеді. Голем өз етімен өлтірмейді. Керісінше мен өз етімен бастап жатырмын. Майнкрафт кішкене қатып жатыр кішкене. Достар, мынау менің бұрынғы скинім. Айшуақ білетін шығар менің бұрынғы скинім екенін. Айшуақ ойлап қалып жүрмесін мен пранкстап отырдым. Жоқ, мен ешқандай пранкстап жатқан жоқпын. Айшуақ өзіне қарап алсын бірінші. Мен ешқандай пранкстап жатқан жоқпын негізі. Ойланып сөйлесін кішкене Айшуақта. Бұл менің шынымен де бұрынғы скинім. Мен бұдан басқа скинмен жүрмеймін. Енді бір пранк кездерде ғана жүремін енді.
Ал мен жайдан жай жүрмеймін. Так, жителдің үйі қайда жоғалып кетті? Жүре бер. Ауылды тауып алайық та, ауыл. Бізге жителдің ауылы керек. Байқан өзіме шұңқыр. Ой, емей, шошып кеттім ғой. О, Мустан кемпердің үйі. Тоқтай тұр. Мызы. Так. Сотка неге өзетім қатып жатыр? Сотка емес, Майнкрафт қатып жатыр. Менің телефонымда Майнкрафт негізі дұрыс істемейтін сияқты болып тұр ма, бірдеңе болып тұр. Ана бір жител бар ғой, ана аты қалай, жител. Ол жител емес, ол ведьма ғой ол. Ол ведьма, жител емес. Бізге ведьманы емес, кәдімгі жителдің үйі керек болып тұр. Бізге тамақ жетпейді. Тамақ жетпегенде емес, бізге жител керек. Одан кейін жителдің тек сағат 3-тен 40 кетті. Түсіріп үлгереміз 4:20-ға дейін. Так, достар, біз жителдің үйін әлі іздеп жатырмыз. Что-то жителді көрінбейді. Түн батып кетті қазір. Айтпаш, бұл нешінші жыл екен өзі? 1428 жыл ғой қазір. Жителдің үйін іздеп тапқан өзі 1 жыл өтетін сияқты. Әлде 1 сутка өте ме? Жарайды. Мен ойымша жителдердің үйлері алыста өте. Және де ол үйлерді қайдан табарымды білмей жатырмыз. Қазір мен іздестіріп көрем біреулермен. Жителдің үйі қайда екен деп. Мұнда тұр десе, онда жерде жатқан ағаштың бәрін алайық. Құлақ қапты ғой жерге. Жерге құлақ қалған, және де так, достар. Осыны жасауайық. Мен жасап алдым. Бәрін бір қатарға қойыңдар. Бәрін бір қатарға қойып керек болса осының ішінен алып аламыз. Бір керек болып қалса бір қатарға жинап тастайық. Майнкрафтта дейтін мен ежелгі заманда жүрмін. Міне. 29 жылы. Не болды? Уже белгілі болды. 1429 жылы екен. Ежелгі заман әлі бітпейді. Жителдің үйін тауып алып, табылмаса таппай қойған. Болсамыз іздеп жүрміз ба? Қиналып әлі оның үйін тауып алғанша
бір тағы да 500 жыл өткеп жүрмесе 1891-ге дейін. Достар, оның ешқандай үйін іздеп те тапқанда жоқ. Енді тоқтай тұрмын. Мен оның ешқандай үйін тапқан жоқпын. Және де Майнкрафттың ішінде оның үйі жоқ бізде. Плоский картаға кірсен қатпайды Майнкрафт. Ал мұндай картаға кірсен әрине жаман қатады. Незеритті табуы қиын болады. Бір жағынан творческийді қосу нечесіне болып тұрады ғой. Я оны түсінем. Судың астына шығайық қазір. Міне келдім. Мен оралмайды ғой таспаққа. Я білем. Бірақ мен оны ұрып тастадым ғой таспаққаны. Қазір тоқтай тұр мен қазір. Ой, жүріп кетейін. Мен қас кеттім еуін. Жарайды достар, іздеп отырмай қойып. Бәрібір де оның жері, оның үйінде қазір мен тоқтай тұр мен килл мен өліп қалайын. Қазір бәрібір де оның үйін тауып алмаймыз. Қазір біз бүгін мына жерде дейтін тура осы араға біз жақсы жителдерский бір үй орнатайық. Жоқ, біз бүгін қазір ақ доскадан бастай берейік. Осы жерге қаншама доска кететінін білесіз бе? Оны компьютерға жазып кету керек. Міне мынау екінші күні, достар. Екінші күннен бастап біз бәленбай доскамен үй жасап тастаймыз. Екінші күннің түніне дейін жасап тастауға мұрша беруге тура келеді. Так. Таң атқанша дейін. Достар, мен қазір выживание ойнап жатқаныммен күшті ойнап келе жатырмын. Қазір кішкене міне осылай жасайық. Міне мен жасалды полный үсте почти. Менің екінші күннің түні. Мен выживание деген видео түсіріп келе жатырмын. Мынаны сындырсақ, мына не қылып тұр мынау? Керкемен қазсақ.
И мынаны ақмақ қойды сояқ. Міне осылай достар, мен выживанияны жалғастырамын. И бір сәтте грядка егу керек бізге. Әйтпесе біз қазір өліп қаламыз. Пока что бір грядкамен жүре тұрайық. Қалған уақытта грядкаларды жинап аламыз өзіміз. Так, мына жерге қояйын. Пока что мен төсек жасап алайын. Так, неме жасасам болады? Есіме түссе каминный мотыга керек. Қаншама қойды өлтіріп тастадым. Міне. Пока что осы жерге қоя тұрайық. Каминный мотыгамен біз бүгін қазір жұмыс жасайтын боламыз. И достар, осымен видеоны аяқтайын. Я пока что аяқтамай тұратын. Кішкене шахта қазып, кішкене. Вот сол кезде бірақ аяқтамасам былай келмейді. Қазір ұйықтауға сәл қараңғы түсін. Әйтпесе мен ұйықтай алмаймын Майнкрафттың ішінде. Не? Асыңыз тыныштал. Мен Майнкрафтта ұйықтай алмайым. Қазір не ұйықтадым? Мынау екінші күні. Екінші күні мен қойды сойғанымен қазір. Міне сойдым. И екінші күні мен железо қазуға кеттім. Железо қазып, сол железоны қазып алғаннан кейін содан көп көрінді. Пеш жасап, анын жасап, факел жасап. Факел. Кстати, факел жердің астында жатыр ғой. Ойбайын, шақтым. Мен шақтыға деп қалсам. Қайдағы бір мен жердің астына кіріп кеттім. Тоқтатырмын, өзімді түсінбей кеттім вообще. Так, тоқта. Аны бір үңгір сияқты нәрсеге кіріп керек. Может, сонда болып қалатын шығар. Ана ішінде бір немен дауыс естіп тұр өзі. Так, немен дауысы естіліп тұр. О, не. О, шахта табылдым, шахта, достар. Шахтың ішіне кірейік. Бірақ бұның ішінде неме? Так, көмір жоқ қой. Бізге, достар, бізге көмір керек. Көмір керек. Мен екінші күннен бастап көмір қаза бастадым. Осымен факел жасап алдым 12 штук. Қазір мен бұның бәрін қазып аламда. Темір керка жасап аламын. Тоқта, көмірден жасамаймын бе? Жоқ, тоқта. Мұнан бәрін қазып аламда, алып аламын. Одан кейін мұны тас керкамен темірді қазып аламын. Одан кейін барып темір керка жасаймын. Одан кейін темір күрек жасаймын. Айтпақшы, пока что тас күрек жасамаймыз ғой. Точно.
тас күректі қоя тұр. Пока что темір керекке жасауға қазір. Егерде мен осы темір керекемен жасап отырсам қазір. Так, менде 27 бар. Так, ойбай. Тоқта, мен ойлым палка жасауға. Палка жасауға ұмытып кеттім ғой мен. Жетпейтін, ол маған стагымен керек. Так, стаг болмаса жетпейді. Бір жақта қырғыш, бір жақта стаг. Так, мен үңгірге полностью кіріп кеттім. Міне үңгірге полностью кіріп кеткенмен шошып кеттім ғой, ема. Шошып кеттім ғой, ема. Асыңыз тынышталшы. Мен бермей қой оған. Оданша видеоны жалғастырайық. Оданша біз достар видеоны жалғастыра берейік. Шошып кеттім ғой, ема, только что. Өлдім ба деп ойладым ғой, өлдім ғой, ема. Бірақ мен өкінішке орай өлі емес, тірімін ғой. Бізге железо тауып ала беру керек. Железо. Осымен шахтаға кіріп, екінші күнді өткізіп келе жатырмын. Үшінші күнге жақын қалды маған. Бір сағаттан кейін болатын шығар. Так, мен ешқандай шахтаға кірген жоқпын. Шахтаға кірдім, бірақ мен қайда барарымды білмей тұрмын мына жерде. Типа осы жерге кіру шығар. Так, осында кіру үшін бізге мен қайдан шығып кеттім, ема. Кейін кеттім ғой. Шошып кеттім ғой, ема. Мен вообще ұшып кеттім ғой аспанда. Ұшып кеттім, кәдімгі ұшып. Железо таптым, достар. Мен ойнап жүріп железо таптым. Мен железо қазып. Так, железолардың бәрін қазып алайын. Так, ол менікі железо. Басқа ешкімдікі емес. Так, асыңыз тынышталшы деймін. Железо қазып алған мен қазір. Мен көптеген железо. Екінші күні жаңағына просто наушник кішкене қуып қалды. Айып етпеңіздер, наушник кішкене қуып тұр өзі. Өзі сондай наушник өзі. Кейін достар, мен күшті наушник алам. Сол кезде қумайтын шығар. Достар, менде дейтін колонка бар. Және де менде бәрі керекті заттан бәрі бар. Мен
менің видеомды мен бір күннің ішінде уже бәрін тауып кетпеймін. Егерде мен выживать етемін әлі қайда, әлі ұзақ выживание. 100 күн 2024 жыл. Мен 1000 жылдан бастадым ғой. Почти 1500. Кетірімін, қазометрім. Қайда кіріп барамыз? Мен басқа жаққа кіріп кеттім ғой енді. Мен қайда кіріп кеттім деп қоймын. Граби ма? Осы мен қазір 1 стак, 2 стак сондай, дәл сондай. В общем, 1 стак, 2 стак железо табатын болам. Өткен жол мен ешқандай выживание түсірген жоқпын. Мен енді түсіріп келе жатқан выживание. Так. Шақтың ішіне шығып кетейік. Біз ешқандай шақтада жүрген жоқпыз. Біз жай ғана шұңқырдың ішіне кіріп кеттік. Бірақ шақты десек болады. Соны қатты деп шақты емес. Неме қас кеттім өзетпен. Так. Достар, өзетмен қазып кеттім ғой мен жерінен. Так, достар, не істесем болады? Міне екінші күні железо таптым. И видеоның екінші күні. Может, 4 бөлімдердің 100 күн. Көреміз, неше бөлімге де түсіреміз. Майнкрафттың бүгін бірінші бөлімін түсіріп бастап аяқта келе жатқанын. Жүріп кеттік, тағы да шақты іздеп келейік. Может, басқа жерлерде бар шығар шақты мақтылар. Мұнда бесконечный мир. Өте старый деген бар. Так. Так, енді айтпақшы, мен ойланатын болсам бар ғой қазір. Так, мен қайда кіріп кеттім? Мен достар, осымен видео аяқтайық. Сау болыңыздар достар, сіздермен мен Анна ютубер арна.